Қайырлы күн достар, бүгін пісіруді қажет етпейтін, бәрі тек дайын заттардан жиналатын керемет дәмді торт банофи пай әзірлейтін боламын. 200 грамм песочный печеньені өзіңізге ыңғайлы әдіспен ұнтақтап алыңыз. Мен целлофан қалтаға печеньені салып, оқтаумен үгітетін боламын. Бір келкі ұсақтап алғаннан кейін 100 грамм сары майды ертіп алып, печеньеге қосамыз. Мұқият араластырамыз. 20 сантиметр диаметрлі форманың астына пергамент қағазын төсеп, печеньеміздің жиегін жоғары көтеріп орналастырып шығамыз. Табаны мен жан жағын нығыздап басып, тоңазытқышқа 20 минутқа салып қоямыз. Енді қойылтылған сүтті бір қабат төсеп саламыз. Бананды жіңішке дөңгелекшелерге кесіп, бір немесе 2 қабат орналастырып шығыңыз. Кілегейді кем дегенде тоңазытқышта жарты күн тұрған болуы шарт. Майлығы 33-35% құрайтын салқын кілегейді шұңғыл ыдысқа құямыз. Айта кететін жайт, ыдыс пен миксердің піспегін алдын ала 10 минутқа тоңазытқышқа салып қойсаңыз да болады. Бұл әрекеттерді жасауымыздың басты себебі, кілегейді шайқау барысында осы шарттарды орындамасаңыз, крем емес майға айналдырып алуыңыз әбден мүмкін. Сондықтан ерінбейміз, салқындатып және шайқауды миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастаймыз, ақырын көбейте береміз. Аздап қойыла бастағанын көрген сәтте қант ұнтағын салып шайқауды жалғастырамыз. Міне креміміз қойылды. Осы кезде шайқауды бірден тоқтатамын. Өйткені әрі қарай шайқай беріп, май шығарып алған сәттерінде болған. Енді осы креммен тортымызды әрлеп, тортты тұрақтанғанына уақыт беруіміз керек. Ол үшін тоңазытқышқа 3 сағатқа салып қоямын. Торт дайын болды. Көп уақыт жұмсамай керемет торт әзірлеп, жақындарыңыз бен қонақтарыңызды қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Ал рецепт ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылып алуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.